возврат жасау үшін профильдің суретін басасыздар. Мінекей. Так. Жоғары қарай көтерсеңіздер, міне сағатта тұр ғой. Сағатта тұрғанда возврат жасау. Мінекей. Мына жерде возврат. Мінекей. Бірінші тұрған таңдасаңыз болады. Мен бұны қаламай қалдым деген. Не хочу деген. Соң қызылды басамыз. Болды. Бұл товар возврат болды. Енді бұның ақшасы сізде 24 сағат ішінде түсуі мүмкін, немесе әркімде әрқалай жүреді. Мысалы, кейбіреулерде 1-2 сағатта бірден түседі, кейбіреулерде келесі күні түседі, кейбіреулерде 1 апта ішінде түседі. Сіздерде возврат жасағаннан кейін мына жерде сообщениеға келеді. Сол сообщениесіне басыңыздар, осындай көшке шығады. Мінекей мына тұрған возврат. Мінекей. Осылай возврат жасалды. Жаңа мен айтып өткендей, возврат 24 сағат ішінде жасалады. Кейбіреуінде бірден жасалады, 1-2 сағатта. Негізі басынан 36 сағат ішінде жасалу керек. Егер 36 сағат ішінде возврат жасамаған болса, онда техподдержкаға жазу керек. Мына жердегі мінекей техподдержкаға, мына тұрған техподдержкаға жазасыздар. Не үшін ақша возврат болмай жатыр. Жалпы Пендура сайтында возврат жасаған кезде ақша қайтарылмай қалды деген жағдай мен өзімде лично болған емес. Дәл осы возврат менде 24 сағат ішінде возврат болды. Мысалы, мен мына жерде таңертең возврат жасасам, түнде 12-де маған ақшам түсті голдқа. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.